Ал мінекей, мына қазір бұл 700 квадратқа дейінгі калориферіміз қалай запуск жасау керекін көрсетіп тұрмын. Мұнаның ішінде май жоқ, бұл кететін, басқа облысқа кететін калорифер. Соның ішінде құймадық, қазір напрямой запуск жасаймыз. Оның ішінде мынандай отработка май, мынау бензин. Бірге бір қосамыз бензинді мінекей. Бірге бір бензин қосылады туған. Жоқ, бірге бір. Мұны кішкене араластырып жібереміз, осылай қылып мінекей. Жақсы араласу керек бір-бірімен. Мынаның ішінен осылай, қазір мынаны есігін ашып қоямыз бұлай. Міне. Енді мына жерден осылай қылып примерно 1 литрге шамалас, жарты литр болса да болады. Отработка маймен араласқан бензинді құйып жатырмыз бірге бір. Кетті. Сразу же бұл жерде боздық бере береміз мінекей. Боздықты примерно 30-ға қарай береміз. 30 очко. Мына жерде міне цифр атасы тұр. Примерно міне 30-ға қойып қоямыз. Начальный скорості бұл. Міне. Өздеріңіз көріп тұрғанда ішіне от жалын өтті. Жанып бастады ма? Болды. Енді жауа береміз бұны мінекей. Міне. Өзінің осы жерде глазогы бар мінекей, көрінеді. Ақырын жай береміз. Не үшін ақырын жай береміз бұны? Ой дегені, мынаның ішіндегі бензин боздықты көп берсең, тезірек жанып ұшып кетеді, отработкаға қарай өтпей қалады. Сосын обратный процесс кетіп, өшіп кетуі мүмкін. Соның үшін ақырын көтеріп бара береміз боздықты. 30-40-қа қойдық начальный. 1 минуттан кейін тағы да 40-50-ге апарып көтеріп бара береміз. Әр минут сайын где-то 10 очко мына жерден көтеріп бара берсек болады. Енді бұл жаңадан жасаған калорифер ғой. Мына краскілері кебем дегенше бір түтеп алады осылай. Мінекей, мына краскілердің бәрі түтеп алып кепкенсін бәрі өз орнына отырады. Бұл термокраска 1000 градусқа дейін шыдайтын краскілер бұның сыртында тұрған. Енді біраз уақыт далада тұрып шаң-шаң болып қалған, жаңбыр жауып үстіне шаң болып дегендей. Мінекей. Енді мынаны жауып тұру керек бұл. Жауып тұру керек. Бұл газдікі. Если газ қосатұғын болсақ, осы жерден пропан газды үштіп тұр мінекей. Осы жерден қатырсақ, подача болады мына жерге. Если бұл жерге метан қосатұғын болсақ, яғни природный газ, ол кезде мына үштіп алып тастаймыз да, прямой переходпен жалғаймыз. Үлкенірек болып бару керек. Ой дегенде метанда күш азырақ болады. Метан бұл природный газ. Тағы да көтерейік кішкене. Мінекей. Мінекей. Іші мінекей, қазір бензині жанып тұр бұл. Отработкаға өткен кезде осы, мына көк болып жанып тұрған, уже сарғыш болып жанып бастайды. Не үшін бұлай қалай қостық, заранее смес құйып жақтық бұны. Ой дегенде мынаны камера сғарайынан қыздырып алу керек, мақсат. Со жаңа құйған май осы камераны қыздырып кетеді. Мен мына жерден қарап тұрамыз, от кетеді бір 10 минуттың ішінде. Ішіндегінің бәрі жанып ұшып кетеді. Сосын мына жерден кеп тұрған самотек боп. Майды бұлай қылып контроллап ағза беруге болады. Пока бұның ішінде май жоқ, құймадық енді. Жаңа болғасын құймадық бұған енді. Бұл кетеді қазір. Майдың потогын мен енді басқаша қылып көрсететін болам қазір. Пока бұл мына жерден кеп тұрған май жабық тұрады, ашылмайды. Мынаның ішіндегі майдың бәрі жанып ұшып кеткенше мынау қосылмайды. Бұл қашан ұшып кетеді? Мына жерден бақылап тұрамыз. Тағы да көтерейік мінекей. 50-ге қойдық, апардық міне 50. Сосын тағы да айта кетейін дегенім. Пока бұл холодный ғой. Соның ішінде да бұны қоспаймыз, пока бұны қоспаймыз. Неге? Итақта ана басын қыздырып алу керек бұл. Тезірек ертек басын қыздырбағансын, қыздырбамағанша бұны қоспаймыз. Бұл суытып кетеді бұл, қоссақ ананы. Қызыбағансын, одан кейін барып бұны қоса береміз. Сосын мына вентиляторды қосуды ұмытып кетпеу керек. Бұны қосуды ұмытып кетсең, мынаның бәрі қызып келе береді, бұның бәрі күйіп кетеді. Мынанда өртеп жіберу мүмкін вентиляторды. Қосуды ұмытып кетпеу керек. Қызып мына краскілерін кеп тұрып алайық. Алды қызиды уже. Содан кейін барып қоса берсек болады бұны. Краскілер күйіп атыр мінекей. Тағы да боздығын көтерем мінекей. 60-қа апарамда енді мінекей. Міне 60-қа барды. Примерно әр минут сайын. Енді мына жерден әліге дейін көк болып жанып тұр. Неге? Бұл бензин жанып тұрған бұл. Отработка жанып бастағанда уже
сары болып басталады. Сол кезде уже отработка жанып жатыр деген сөз. Пока мына астында тұрған подача майды ашпаймыз, мынаның ішіндегі май полный толық жанып кету керек. Сосын мынау дайын болған кезде мынаның ішінде май болмайды. Мынадан түсіп барған майды барғандай жағып отырады бұл. Заранее майды жинап жағуға болмайды. Бұл басында жинап жағамыз. Неге? Мынаны қыздырбағанға. Бұның бәрі ұшып кетеді. Одан кейін барған майды барғандай жағып отыратұғын болады. Жоқ болмайды. Бәрі ұшып кетеді. Ештеңе болмайды. Сосын бұның дымоходы мінекей. Артында. Міне. Мына жерде, Мұна труба жалғап, далаға шығарып жіберу керек. Угардың бәрі далаға кетеді. Өздерін көріп тұрғанда алды ішінде камера сгорение деп жанып тұр қазір. Бірақ дымоходтан ешқандай түтін жоқ. Бұл таза жанады далаға шығарған кезде де. Отработка май. Таза жанады. Қазір краскілерін кеп тұрып алайық. Тағы да көтерем мінекей. 60-қа барды өзі. Тағы да көтерейін 70. Егерде мынау баста запусктың кезінде өшейін деп атса, мына жерден тағы да жаңағы сместі құйып подпиткілеуге болады. Басында өшіріп болмай жабу керек та. Бензин аз болса, тез жанып кетсе, өшіп кетуі мүмкін. Пока ондай болып жатқан жоқ. Бұл жерде сместің несі половина отработка, половина бензин болу керек. Әне, уже сарғыш боп көрініп жатыр уже. Отработка өтіп жатқаны мінекей. Сарғайып дегендей. Енді пока наблюдать етіп тұрамыз ғой. Жаудың қажеті бар мінекей. Жауласаң былай жаула саласың. Ашып. Тұра берсін, далада тұрмыз ғой. Ол кішкене шыққан ауа түк те болмайды. Сондай здание үшін да. И сосын мына газдың крайнигде жауық тұру керек. Газдың ашық болса, былай кеп міне, көрдіңіз ба? Мына жерден шығып кетеді, болмайды, бұл жауық тұру керек. Бұл газды қолданған кезде ғана бұл осы жерден үргілеп білесің газдың потогын. Бұл қашан дайын болған қалай білуге болады? Уже мына жері қызарып бастайды. Сосын мына ішіндегі бағана құйған майдың бәрі ұшып, жалын пасейіп бастағаннан уже май бере-беруге болады мына жерден. Ашып крайникпен. Пока май бермейміз, пока ішіндегі май достаточно. Жанып, до конца ұшып кету керек. Май қамау керек. Уже өшейін деп баратқанда уже дайын деген сөз мынау. Камера сгораниясы. Уже металл ысып тұрғаннан кейін мына жерден холодный барған кезде барған түскендей от алысып кетеді. Мына боздықтың көмегімен, ыссы металдың көмегімен сразу от жанып отыратын болады. Тағы да көтердім, 120-ға барды примерно где-то. Мұны временно осы жерге установка жасайық. Мына жерден шығып тұрған ауаның ыстылығын өлшеу үшін ғой бұл пока временно. Енді пока бачокқа әлдені май құйдық. Енді мына бачокты, жаңа бачокты білдірмей қояйық деп. Мұнаның ішінде май жоқ, мұны алып қояйық. Мына жақтан масса подача берем. Примерно көрсетейін. Мына строй міне. Сағатына 1 литр бұл, сағатына строй. Сағатына 1 литр. Мынау примерно осылай есептейміз енді. Бұл жерде конкретный расчет жоқ, ондай бір доскональный, примерный расчет. Мынау мінеке сағатына 3 литр примерно. 7 литр болатын болса, міне. Міне, уже міне. Примерно 7 литр мынау. Бұлай көп кетіп қалса, уже бұл жағалмай қалады, трабит етеді. Ол керегі жоқ. Осындай. Мынаның өзі примерно міне жеп-жіңішке болып тұр ғой мінекей. Осының өзі 2,5-3 литрға кетіп қалады мынаның өзі мінекей. Пока жауып қоя тұрайық. Мына жағы дайын боласын. Пока осы темті ашып қоя берек міне. Міне. Май кетіп тұр. Енді міне ақтағы жалын күшейеді қазір. Енді міне сырттары қызып, краскілері кеуіп бастап жатыр қазір. 500-ге барды ма? Дәлші көтеріледі бұл.
Міне примерно мынау майдың где-то бір 3-4 литрда пока барып тұр мінекей, 3-4 литрда. Әлі қызған жоқ, мынау қызыңқырап алсын, краскілері кеуіп, содан кейін барып артындағы дәу вентиляторды қоса берсек болады. Мінекей, уже рабочий температураға нормально шығып келе жатыр, жалын көтеріліп келе жатыр. Точно мына жерден барып тұрған майды уже прямой жағып бастап жатыр уже, мінекей. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, мынау уже мына жер қызарып бастап жатыр, да? Уже жақындады, уже қызарып бастады, не көрдіңіз ба? Міне. Уже вентиляторды қоса беруге болады. Қазір не үшін мен қоспай тұрмын? Мына жаңадан краскасы кеуіп алсын деп қоспай тұрмын да, бұны вентилятор жақсылап ысып алсын деп. Бұл термокраска ғой, 1000 градустың краскасы. Баста осылай түтеп алады, кейден түтемейді бұл. Так, енді қоса берейін, давайте. Мінеке кетті. Әне, енді вентиляторын қостық. Бұл артындағы дәу вентилятордың қуаттылығы сағатына 11.000 куб даладан сорып, через теплообменник алдынан ыстық ауаны айдап тұр мінекей. Температура 100-де мінекей, температура 100-де айдап тұр мінекей. 100 градус температура ауызынан шығып тұрған. И сағатына 11.000 куб айдап тұр артындағы вентилятора. Енді мына жерден шыға берісті 100 барда шыққаннан сразу бұл ыстық ауа сейіліп кетеді. Огромный поток боздық қой бұл жерден шығып тұрған. Соның өзі мінеге қанша ыстықпен шығып тұр. Енді бұл далада тұрған кезде осылай жаққансын күн салқын білінбейді. Егер зданиенің іші болатын болса, уже кәдімгідей ұрып тұрады ыстық ауа. Енді артына келейік мінекей. Артына келсек, мына жер бұл дымоход мінекей. Мына жерден ана жанғанның бәрі осы жерден шығып тұр қазір. Өздеріңіз көріп тұрғандай тап-таза, ешқандай каптине түтін жоқ мінекей. Міне. Ана жердегі шыққан жалын мінекей теплообменник арқылы келеді тағын, мына жерден шығып кетеді. Теплообменниктегі сылықты мына дәу вентилятор алдыға қарап айдап тұр қазір, таза боздықты. Арт жақтағы вентилятордың несін азайтуға болады? Иә, азайтуға болады. Мінекей артындағы тұрған вентилятордың оборотын осы жерден азайтуға болады. Если бұны тасет етуін болсақ, алдыдан уже ыстық ауа шығып бастайды да. Ана мына боздықтың көлемі азаяды ғой, жалынның көлемі көбірек болып кетеді уже. Температура көтеріп кетеді. Потокты азайттық, енді ыстық көбейеді бұл жерде. Соответственно. Артындағы дәу вентилятор полныйда тұра берген дұрыс болады. Иә. Бұл зато сен объеммен жеңесің тезірек. Ыстықпен емес. Тезірек көбірек кубатура ыстық айдайды сол кезде. Сен кубатура боздық бұл жерде азайды, температура көтерілді. Температура көтерілгенмен кубатура боздық азайып отыр бұл жерде. Көрдіңіз ба? И соответственно дымоходтан ыстық ауа қашып бастайды далаға қарай. Көрдің ба уже жүзден өтіңкіреп баратыр уже, иә. Но градус көбейгенмен кубатура азайды ғой бұл жерде. Мына жерден шығып тұрған 100 градустың өзі жетіп жатыр. Просто далаға шыққан кезде ол жайылып кетіп жатыр ғой. Сразу салқындап. Күн салқын бүгін. 600-ге барды ма? Аха. Енді камера сгорение міне 600-ді жанып тұр. Шыға берісте боздықпен араласып 100-ге түсіп тұр. Ана манометр насколько точный онда білмеймін, китайский базардан сатып алғам ғой бұны. Ана тепловизор анандай қылып көрсетіп тұр анекей. Кеуіні олайық. Жылынқалар кезін. Жоқ, я напет айдап үстім шу болып қалды ғой. Кішкене жылынқалар кезін деймді. Суық болады. Мына біздің енді сүт беретін сияқты негізі. Енді мен как производитель
точный есебін айта аламын. Бірақ өткенде айттым ғой мен саған. Ана жерде қанша 3000 квадратураны анау ыстып рабочий температура где-то 6-7 градус, 8 градусқа, 10 градусқа дейін көтерді анау. Бетонный зданияны. 10 градусқа дейін көтерді. Мынаның өзі де сен ана жердегі квадратураны есепте, нешім кубпен есепте да? Кубпен ба? Иә. Бұлай болмай ма қараңағы? Кубты бұлай болады ғой. Длина, ширина, высота. Көбейтем 30, көбейтем 6 болады. Иә. Дұрыс қой. Иә. Қанша? 7500. Бір сағатта 1,5 рет айландырып береді мынау. Мынау 11 куб қой. Мына сық тұрған. Бір сағатқа бармай полный айландырып шығады ана ішіндегі. Полный воздухты через себя надо будет. Иә. Енді ана вентилятор сондай ғой. Характеристикасы 11000 куб деп жазып қойыпты мынаның артында. Иә. 11000. 1,5 киловатт мощностьта ана артында тұрған вентилятордың қуаттылығы. Мынау да 1,5 киловатт. 3 киловатт ток кетіп тұр мына жерге қазір. Мощный, өте мощный қуатты вентилятор тұр бұл жерде. Болмаса бұндай калориферге күші келмейді. 650-ге көтерілді камерасы қарайын. Неше сағат істеу керек болды аға бұл? Температура, іштегі температураны ұстап тұру. Енді оны ешкім саған айта алмайды. Ана жерге апарып құрасың, әр здание әртүрлі жаралысы. Оны кім жасады? Насколько утепленный, насколько ана жерде жаңағы теплопотери аз или көп, соған зависит. Оны кім біледі? Мен білмеймін оны. Сексен. Алды 650, арты 80. Енді бұл жерде 10% по-любому, 10% теплопотерия болады по-любому через дымоход. Өшіретін кезін айтайын. Өшіретін кезде, мінекей, майды келеміз да, майды полный жабамыз. Болды. Мынау, мына іші өшіп кеткенше, воздух істеп тұру керек. Өшіп кеткеннен кейінде где-то бір 15 минут істеу керек, общий сложности. Мынау полный суығанша где-то бір 20 минуттай уақыт алады өшіру процесі. Мұны майды жауып, воздухтарды полный жауып, өшіріп тастауға болмайды. Суы керек мына калорифер. Мінекей майды жаптық, сенамның ішінде қалған майлар қазір жанып жатыр. Еще сколько? Минут 20 будет гореть, да? Нет, уже скоро уже все, потухнет уже. Масло перестал туда пойти, все уже.